сіздерге осылай картина жасауды үйрететін боламын, иә. Ол үшін біздер Canva-ға кіреміз. Былай да, мысалы, өзіңіз продукциялармен күшті картина жасасаңыздар болар, чаттарға хабарлауға или өзіңіздің стористеріңізге күшті картина жасасаңыздар болады, иә. Мына Canva-ға кірген кезде главный деген бар. Главныйда көрдіңіздер ме? Бәрі дайын тұр. Шаблондары, иә. Тек біздер фотоларын қойып, аттарын өзгертіп шықсақ болады, иә. Например, қарашы, сториске салған кезде де бәрі мына жерге продукцияны салып, аттарын қойып жіберсеңіздер өте күшті, да. Енді мен қазір 3 адамның фотосын салып хабарлауым керек. Оған фотоколлаж күшті келсе екен, сол фотоколлаждың ішінен мен деген әдемісін таңдап аламын. 3 адам суретін қоюым керек қой, иә. Осы жердің күштісін таңдаймыз бірігіп отырып. И сосын обучениені хабарлайтын боламыз. Мына корона тұрғандар, олар платный деген сөз. Бізге бесплатный керек, иә. Сол себепті коронасы жоғын қарап алатын боламыз. Так, қыздар, мен мына картинаны алғым келіп отыр, иә. Осы картинадағы қазір біздер фотоларды салып, содан кейін текстер жазатын боламыз. Мына жерге баратын болсақ, заменить деген бар. Заменить дегенді басып, біздер фотоларды қоятын боламыз. Бүгінгі эфир өткізетін қыздарымыз, иә. Бұлай ішіне кіріп, өзгертіп кішкене көтеріп жасасаңыздар болады. Екінші қыздың фотосын қоямыз. Қыздар, міне 3 картинаны қойып шықтым. Енді осы жерге мен күшті-күшті текстер жазамын. Қазір көрсетемін. Например, осы жерге мен онлайн зум деп жазсам болады, иә. Онлайн зум. Так, мына жерге уақытын жазамын. Яғни бүгін эфир. Сосын бар ғой, мына жоғарыда тұрған картиналардың цветтерін өзгертсеңіз болады, иә. Осындай яркий қылып, иә. Енді мына жерге, так, мына жерге мен отзывтар Айдары деп қойсам болады да, отзывтар Айдары. Енді мына жазу үлкен болып кетті, не істейміз дейсіңдер ғой, иә. Оны былай істейміз, қазір сіздерге көрсетемін. Мына картинаның үстін басамыз, мына жазудың үстін басамыз. Жазудың үстін басқаннан кейін былай кішірейтеміз, міне шрифт деген бар, иә. Отзывтар Айдары осы жерде пайда болды, нормально болып тұрды. Отзывтар Айдары осы жерге болып қойайын. Енді мен мына кісілердің аттарын жазуым керек, иә. Например, любой бір әдемі текст алып аламын. Күшті бір текст алып аламын да. Қазір бір әдемілеуін қарайын. Әдемісін қарап тауып алайын. Например, мынауын алып тұр, иә. Мен осыны аламын да, бүйтіп кішірейтіп аламын да, мына жерге жазып қоямын. Үстіне жазу көрінбей қалса, цветін өзгертуге болады. Иә, или бұлай. Осы қояйын. Енді осы жерге мен жазамын. Бриллиантовый директор. Астына Айгүл. Иә. Фамилиясымен жазсаңыздар да болады, қыздар, өзінің былай атын жазсаңыздар да болады, иә. Енді бар ғой, дәл солай мына жазуы былай тұрды ғой, жаңа, соны былай әкеліп қойып алдым, бриллиантовый директор Айгүл. Енді мына жерге қоямын. Енді дәл осыны мен былай копировать етемін. Міне плюсик копировать етемін. Мына жерге қоямын.
то есть копировать етемін, мына жерге қоямын. Яғни мына жерге мен жазамын. Изумрудный директор. Қайта жазып кеттім. Изумрудный директор. Изумрудный директор ағерке деп жаздық. Мына жерге енді мынау біздің серебряный директор. Так, міне мына жерге бриллиантовый айгүл, изумрудный директор ағерке, мына серебряный директор анель деп қойдым. Міне осында біздің күшті картинамыз пайда болды. Отцовтар айдары, иә? Отцовтар айдары деген көрініп тұр ма? Или кішкене өзгертейін бе? Форматын келтіріп алсақ болады, иә? Или шрифтісін ауыстырсақ болады. Бәрі өз қолдарыңызда, қыздар, қайта жасаймын десеңіздер, цветін өзгертемін десеңіздер де, иә? Например, көк әдемі сияқты, иә? Енді мына жерде ана шрифтіні өзгерте болады, мынандай әдемі қылып, неше түрлі қылып бар ғой. Міне, мынау күште баратын сияқты. Енді осыны аламыз да былай көрнекі қылып қоямыз. Міне, онлайн зум. Прям идеально болды, отзывтар айдары, онлайн зум. Мына жерге мен текст жазсам болады, например. Қарапайым текст жазам. Корал. Мына жерде бірдеме алынып кетті. Текст, просто қарапайым текст. Қарапайым текст айдан аламын. Міне. Мына жерге бүйтіп аламын да, сосын Корал. Коробка өнімдері. Коробка өнімдері дедім де. Енді бұны мен өзгертемін, более әдемі қылып. Бүйтіп кішкене қылып өзгертемін де, сосын аны мына жерге әкеліп қоямын, коробка өнімдері. Сосын міне әдемі болды, коробка өнімдері. Жақсы емес пе, қыздар? Отзывтар айдары, онлайн зум. Бүгін эфирде деп мына жоғарға қойып жіберейін. Ана бірдеме қате болып кетсе, жоғарда мынандай не бар, стрелка бар. Иә, қыздар, андай қате болып кетсе, жоғарда андай неға қоясыңдар. Бұрынғы қалпына келтіруге қоясыздар. Так, например, бүгін эфирде жоқ, мына смайлдер үйлеспей кетті. Бүгінгі эфирдің қонақтары. Енді жақсы шыққан сияқты. Енді әдемі шықты. Вот, қыздар, осылай күшті картина жасап аламыз. И осылай чаттарға күшті хабарлаймыз. Или мына айгүл дегендерді черныйға қойсақ болады. Черный болса, или сөйткен сияқты. Ағерке дегендерді черныйға, анель дегендерді черныйға қойып алсақ. Енді әдемі болған сияқты. Идеально шықты. Вот осыны біздер енді бұйырса чаттарда хабарлаймыз. Ура! Міне өстіп сақталады картинамыз. Қыздар, осылай картина жасауды үйреніп алыңыздар. Эфирге біреуді хабарлайтын деп жатсаңыздар, командаларыңыздағы, үйде болмаса продукция жасайын деп жатсаңыздар, көп уақыттарыңыз кетпейді. Қолдарыңыз үйреніп кетсе 6-7 минутта или 5 минутта жасайсыздар. Мен қазір 9 минут болып кетіпті. Просто сіздерге түсіндірумен көп уақыт өтіп қалды. Былай тез жасауға болады.